Запись делиться. Бәрін жауып тастайын. Так, Сауат. Сауат мырза, сіздікін аштым. Мынау ғой сіздікі? Я, мен просто телефонмен жазып салдым да. Дейсіз ғой, машалла, деңгей, жаңа деңгей дейсіз ғой. Телефонмен жаза салдым деп күшті айттыңыз ғой. Бір-екі минут Ноут жазып. болмай қалды ғой. Машалла. Жыл, ай, күнді көрдім. Мына жерде, так, today date дейді. Так, month 2, today дейді. Одан кейін фулды қайтарады. Одан кейін today date алатын болса, өзінің туған күнімен алатын болса, ода разница 0 болатын болады. Және де жылдар, айлар бір-бірімен 0 үлкен болатын кезде ғана өзіндікін. Так, онда today year дейді. Бізде получается, бізде 2023 болатын болса, мына year бізде ол туған жылы 19-ды береді екен. Немесе сен әлі болмадың дейді. Кішкене шикілік бар сияқты еткені. Ал егер де мына жерде Қайсы? біреудің дауысы ма, микрофон шықырлап кетті. Сіздерге дауыс естіледі ме, сол дауыс шықырлаған? Или менде ма? Я естіліп жатыр. Ау? Естіліп жатыр. Так, өшіріп тастасаңыздар микрофондарды. Так, мына жерде получается сенде тек күндерді салыстырасың, иә? Егер де бүгін мысал қаншасы 12-сі болатын болса, иә? Ал туған күн мысал ретінде 8 апрель болатын болса, онда сен day дейді. 10 мен мысал сен қазір примитивті мысал ғана алғасын. Негізінде мысал ретінде басқа бір күндер болатын болса, мына бір ғана мысалмен жұмыс істейді. Ал егер де сенің күнің, мысал туған күнің неде болатын болса, айталық 15 апрель болатын болса, бүгін 12-сі болатын болса, сенде 15 пен today дейді 3 болады. Сонда ол нормально жұмыс істейді. Ал егер кіші болған кезде ше, мысал ретінде бүгін сен туған күн 8-і күні, сонда сенде 8 бен мысал ретінде 12-ні алған кезде уже сенде минусқа шығады. Сен минус деген случай қарастырған жоқсың мына жерде. Демек, ол адам әлі туылған жоқ деген сөз. Өйткені туған күніне дейін әлі 4 күн бар. Түсінесің ба? Сонда сен кодың мына бір ғана келісінде жұмыс істейді. Тағы қарастырамын ғой. 32-де жұмыс істейді. Мысалы, жаңа қанша, мысалы 24 болатын болса, 19-да жұмыс істейді да, всегда. Ал 19-да толмаса егер, мысалы, белгілі 4 күн бар әлі, сенде жұмыс істемейді, всегда 19 қайтара береді. Так, мынаны дамытсам болады. Дұрыс жер логикада келе жатсың, бірақ бұл жерде әлі де күндерді салыстыру керек, айларды салыстыру керек. Және кез, мысалы, бір-бірлерінен туған күнге жетпей қалатын болса, сол кезде де салыстыру керек боласың. Немесе бір кодты бірге жазайық, қаласаңыздар. Жазамыз ба? Желание бар ма? Ағай, мен логикамды айтсам бола ма? Менде бір ой болған. Просто мысалы біздер бірінші береміз ғой туған жылды жаңағы 01-02-1991 деп. Сонысы қинады мені. Менің логикам былай болды. Мысалы, егер осы күнмен берілген күн тең болса, және осы аймен берілген ай тең болса, тек қана жыл мен жылды азайтамыз, сол кезде толық жас шығады деген. Логика. Ал екінші случай қалай болады, мысалы? Сіз тек қана күндер мен айды салыстырып жатсыз ғой? Иә, бірдей болатын болса, ол толық толды деген сөз. Ал егер ол адам мысал ретінде толмаса жетпей қалса, иә, сол. Иә, ол кезде -1 болады. -1 болады ол кезде. Иә, міне дұрыс жазасыз. Иә, егер де кіші болады. Менікін қарайсыз ба, Саке? Менікі вообще дұрыс па? Ағай, мен жерін қарап жүрсіз ба? Так, машалла. Так, давайте, кім? Менікі Олжас. Кім, Олжас? Қашан Иә, жүрсің? иә, мен кеше түнде жүргем. Машалла. Так, Олжас дейді. Так, видите ваш... Так, кім зависит жатыр өзі? Так, видите, так, не дейді, year дейді, month дейді, так, ваш месяц дейді, today дейді, бүгінгі күн, бүгінгі жыл, бүгінгі так алдық барлығы. Егер айлардан кіші болатын болса, то есть біздің мынау негізгі today month дейді, сен туған күндегі ай, мысалы 6, бүгін 4 болатын болса, онда, так,
today year дейді. Сенде әлі бар деген сөз. Мынау дұрыс. Міне тура осы логика ғой. Бірді алып тастайсың, минус бірді аласың бұл жерден, қазіргі неден. Сонда ол әлі, бұл адам әлі толған жоқ деген сөз. Ал келесі случайда ол толды деген сөз, иә. Бірақ мына жерде сен әлі... Бәсе екінші экран көрмей тұр ғой. Так, экран көріп тұрған жоқ па не? Экран... А? Көрініп тұр барлығы. көрініп тұр. Бірақ мұнда көріп тұрсыз ба, жылды бөлек, айды бөлек беріп тұр ғой. Әлі біз нені салыстырған жоқпыз әлі. Күндерді салыстырған жоқпыз. Иә, тек адамда мысалы айлар мысалы 4-ші ай болуы мүмкін да. Енді сен бұл жерде бірақ мысал қарасаң ол күндері болуы мүмкін ғой. Жаңа айтқанда бізде оның туған күні мысал ретінде 10 апрель болатын болса, 15 апрель болатын болса деп алайық. Бүгін 12-сі әлі 3 күн бар. Сен оны салыстырған жоқсың, сен айта алмайсың ол адамды 30 не деп ше? 32 деп айта алмайсың. Сен уже 32 қылып жібересің оны. Хотя айлар бойынша кіші емес. Сен әлі теңдерді қарастырған жоқсың мына жерде айларды. Алай онда менікін қарап жүріңізші, мен күнмен жасадым сізге жібердім. Так, кім бұл айтып тұрған? Есімін айтсаңыз. Так, дауысын үзіліп отыр. Кім бұл? Кім? Достар, бұл кім? Сұлтан. Сұлтан. Па сізге? Естіліп тұра жоқ па сізге? Иә, сіздің дауысын Сұлтан үзіліп жатыр кәдімгідей. Білмеймін, менде ма мүмкін проблема. Так, Сұлтан. Так, Сұлтан, кодыңыз қайда сіздің? Сізге жіберген, қазір личкаңызға қайтын жіберейін. Көрінді таптыңыз ба? Жоқ, тек қана скриндарды көріп тұрмын, бірақ нені көріп тұрған жоқпын, кодты көріп тұрған жоқпын сіздің жіберген. Соңында код болу керек, соңында. Последний. Қазір. ең соңында. Мінекей, машалла. Так, Сұлтанның кейсін қарайық. Не дейді? Туған жыл, ай, күнді тер дейді, сіздің жасыңыз дейді. Так, бұл жерде де алынады. Today year алынады, 32 дейді. Енді 32 всегда шығады ол бізде. Мысалы, бір жас шығады. Бірақ сұрақ ол азайтамыз ба, азайтпаймыз ба деген сөз бір жасқа. Вот, оның азайтады. Неге күнге байланысты азайтатын қылып істедіңіз? Күнге байланысты, күнге байланысты и жылға байланысты, то есть айға байланысты азайту керекпіз. Енді қараңыз, міне айлар бірдей, енді күндерге тексеріп жатыр. Міне машалла, уже мына кетті. Күндерге тексеріп жатыр. Егер күндерде мысалы ретінде кіші болатын болса, так, АА, ББ плюс дейді. Так, не дейді? А, ББ деген. Сіздің жасыңыз ана жерде не болса, просто азайтады да 2023-тен біздің берген мысалы 2001 деп берсек, соны азайтып сразу шығарып бере салады анда бірінші if-та. Ал екіншісінде уже -1 кетеді. Екіншісінде бұл толмаған жағдайда. Today date, біз date жаңағыда мысалды аламыз. Бүгін 12-сі. Бірақ туған күні 15-те. 15-і болатын болса, 15 пен 12-ні салыстырады, келмейді. Онда ол дұрыс. Міне мысалды бірге азайтамыз. Значит, оның жасқа азайған. Ал егер үлкен болатын болса, асып кетті деген сөз ол күні. Онда дұрыс ол. Мына жер дұрыс. Ары қарай жүреміз. Мінекей. Мына жер маңызды бен нені тексереді? Today маңызды тексереді. Бүгін 4-і мысал ретінде туған күні немесе 5-і болатын болса, келесі ай. Так, маңыз, today маңыз 5-і. 5-і үлкен болыпты дейді, қазіргі неден қарағанда. Жоқ, қазіргі бізде 4, өзінің несі былай айтқанда 3 болып тұр. 32 дұрыс. Ал қалған кейстерді, мысалы, -1-ге азайтылады дейді. Бұл бізде, когда уже мыналардың бәрі орындалмаған жағдайда. Иә. Міне, машалла, мынау айтып. Менде бір сұрақ болып тұрады мына жерде. Мына get day и get маңызы менде нені 2000 жылды дұрыс алып тұр да 2023 деп, и ай мен күнді 03 деп алып тұр, білмеймін неге екенін. Мен соған андай біраз не қалдым, уақыт жоғалтып алдым. Ол солай жұмыс істейді өзі. Только 03 деп алады, today бүгінгі күнді алмайды. Соны мен ана басында тексермеген ғой, нені консультмен қанша мен ай мен күн қай нелі датаны беріп тұрғанын тексермеген. Иә, ол солай ғой. Сол жерде. Иә, солай жұмыс істейді өзі. Иә, ол сол үшін консольмен тексеріп алу керек барлығын салыстырған кезде. Соны мен андай датаны типа ол 03 деп алып тұр екен да, и мен 9-ы деп беремін ғой, типа бүгін 11-і и 1-2 күн алдыға деп.
солай берсем, ол қайта минус 1 алып, 21 деп шығара береді да. Сөйтіп қайтадан отырып, сосын менің консольмен тексерсем, ол солай 03 деп алып тұр екен да. А так былай кодты нормально істеп тұр екен. Иә, сол үшін консольмен барлығын тексеру керек болады достар, иә. Жақсы орындаған, Сұлтан мырза, машалла, жақсы. Логикаңыз дұрыс, ең басты салыстырулар бұл жерде. Қарасаңыздар, бұл не үшін берілген? Бұл тек қана бұл сіздердің if else-ға байланысты. Қарасаңыз, мына жерде if else-тар барлығы. Тақырыпты бекіту үшін берілген. Кішкене, әрине логика қосу керек болады. Бірақ бұны код жазбай алып, код жазатын кезде достар, ешқашан, пока біз код жазбаймыз. Бірінші алгоритм түсіну керекпіз. Ойша бірінші шығару керексің сен. Мысалы, ойша қалай? Мысалы, қарасан, бүгін 4-ші ай, менің туған күнім 5-ші айда болады, иә. Демек, мен әлі туылған жоқпын деген сөз, әлі сен әлі туылған жоқсың, сен толық жас емессің деп. Уже сол кезде уже азайту керек болады, иә. Вот сондай кездер былай айтқанда қағазға түсіріп алыңыздар бірінші логиканы. Ал код жазу дейтін максимум 5 минут. Ол бүкіл жерде солай естеріңізге салсын. Код жазу ол максимум 5 минут. Ал мына бір последовательностьті қалай жазасың, салыстырулар, иә. Вот соларға көп уақыт жұмсау мүмкінсіздер. Вот көбісі адамдар ойлайды, мен қазір кодты аштым, жазып кетемін. Жоқ, ондай емес. Бірінші біз программист болғаннан кейін ойша есептеп алуымыз барлығы. Ойша айтады ғой, псевдокод дейді ғой. Мына былай салыстыру. Ар-арта кодқа түсіру дейтін нәрсе, ол проблема емес. Так, Сұлтан мырза, машалла, әдемі. Так, басқаларға да, басқаларын тура осыны қайталап жасасаңыздар болады. Бірнеше жолы бар негізінде. Бұның шығарудың бірнеше жолы бар, бірақ ең жеңіл жолы осылай айларды, күндерді салыстыру. Егер кіші болатын болса, минус 1 алып тастау, егер үлкен болатын болса, сәйкесінше ол адам толды деген сөз. Так, жаңа тақырыпқа көшеміз, достар. Бізде if else-ға байланысты нелер болды, switch case-ға байланысты практикалар болды алдыңғы тақырыпта көптеген. Ендігі жаңа тақырып, ол бізде супер-пупер тақырып, циклдар деп аталады. Циклдар өте жиі қолданады. Любой программер тілінде циклдар бар бізде. Сол үшін бұл тақырыпқа өте маңыз бөлеміз. Өйткені бұлардың барлығы операторлар деп атайды, шартты операторлар, циклды операторлары, және бұның негізінде бүкіл программирование логикалардың барлығы құрылады. Жақсы ма? Циклдарға қатты назар береміз и түсінгенше, прям до конца түсінгенше осыны оқимыз. Жақсы ма? Мен осыған упор жасаймын, әрқайсысын түсінгенше дейін. Түсінбесе, мына тақырыпты қайталап оқи береміз. Жаңа есепті осы формен шығарған жеңіл. Жоқ, ол формен келмейді ау. Өйткені мысалы сен жүгіртіп тексере ме? Ой, ол жоқ, ол келмейді ау. Так, Саят, иә? Саят келмейді ғой. Сауат келмейді ғой. Өйткені енді сен қалай мысал ретінде енді мен ладно 1974 дейсің. Не, оның жүгірудің мақсаты не? Ал мен сұрақ қояйын. Жүгірудің мақсаты не? Мысал ретінде. Ол жүгіргенмен не істейсің сен? Міне бізде жаңа логика болып тұр ғой. Сіз циклмен Тексеріп тұрады ғой әр сан. нені тексереді? Жайды. Сен қой. Бола ма деп ойлағам ғой. Орны бөлек. Достар, сабағымызды бастаймыз. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Циклдар, иә? Циклдар кез келген программирование тіліндегі бар ұғым. Цикл деген сөз ағылшын тілінде cycle деген сөзден шығады. Cycle орысша цикл деп бар, қазақша циклдар деп, иә? Бұл барлығы бұны былай түсінсеңіздер болады. Бұл ұғым кішкене тілді жаңадан үйреніп жатқан адамдарға қиынырақ болып көрінеді. Циклды жеңіл түсіну үшін ол сізді андай круг деп түсінсеңіздер болады, шеңбер деп түсінсеңіздер болады, иә? Мысал ретінде сіздің жаңағы цикліңіз ол шеңберге тең, бір шеңберге тең. Мына жерде простой мысал бар, иә? Қарасаңыздар, let count көрініп тұр ма мынау? Кішкене бұлыңғырлау болып тұрған сияқты. Көрініп тұр. Бір қараңыздар достар. Циклдың мысалы ретінде let count тең 0-ге деді, иә? Біз өзіміздің алғашқы айнымалын құрдық, ол count. Бұның мақсаты, былай айтқанда, айналым кругтың санын сақтау. Кругтың санын сақтау дәл қазіргі. Енді while деп жаздық. Біздің while'мыз деген сөз, бұл арнайы кілтті сөз, бұл цикл деген сөз достар. Ары қарай жақшылар кетеді. Мына жақшаның ішіндегі нәрсе бұл шарт. Сіздің жазатын if-іңіз. Кәдімгі if. Егер дейді, егер біздің жаңағы каунтымыз 5-тен кіші болатын болса дейді, дәл қазір ол 0-ге тең. Онда мына бір блокты орында дейді. Мына бір блокты орында дейміз, иә? Иә, ол шынымен 5-тен кіші. Біздің 0-іміз 5-тен кіші екен. Демек, енді орындатын ішінде код. Енді count 0-ді қосамыз 1-ге, 1 шығады. Және біз мына countты 1-ге теңестіреміз ары қарай. Уже 1 болады. Тамам. И console.log бірінші айналым бітті дейді. Демек,
бірінші круг бітті деген сөз былай айтқанда. Супер. Енді біздің жаңағы мынау count деген нәрсеміз, біздің санымыз бірге ұлғайды. Демек, ол мына бір нәрсе тағы да орындайды. Өйткені 1 5-тен кіші. 1 5-тен кіші. Тағы да орындалайды. Тағы да бірге ұлғайтады. Екінші айналым бітті деп шығарады. Енді біздің біздің счетчигіміз тағы бірге ұлғаяды, иә? Уже ол 2-ні салыстырады. 2 5-тен кіші ме? Иә. 3 5-тен кіші ме? 4 5-тен кіші ме? Иә дейді. 4-ші айналым бітті. Иә? 5-ші айналым бітті дейді да, қарасаңыздар, мына 5-ке келеді мына жерге. Мына жерге 5-ке келеді. Иә? 5 5-тен кіші ме дейді? Жоқ, 5 5-тен кіші емес. Орындалмайды, достар. 5 5-тен кіші емес. 5 5-тен тең. 5 5-ке тең. Ол орындалмағаннан кейін false болады, иә? Орындалмайды. Сәйкесінше мына бір код бізде орындалмайды, достар. Иә? Бітті, біздің циклдан шығып кетті. Бұл айтқанда, былай түсіну үшін, бұл жарыс сияқты да. Сенде бір жарыс бар да, саған айтады, 5 круг жүгір дейді. 5 круг жүгір дейді. Сен жүгіресің, бір кругты жүгіресің, дейсің да, жаңағы бір өзінің несі болады ғой, разметкасы болады ғой, бір круг бітті деген. Все, жүгірдің дейсің да, уже екінші круг басталады. Екінші круг жүгіресің, үшінші круг жүгіресің. Шарт бойынша 5-ке дейін жүгіресің. 5 круг жүгірдің, все, болды, бітті. Сен уже жарыс бітті деген сөз. Сен уже жүгірудің қажеті жоқ. Тура сол нәрсе, иә? Тура сол нәрсе бұл жерде. Мына жерде мен қазір бүйтейін. Let cycle дейін. .js. Мына жерде жаңағы мысалымыз болады. Let count ден 0. Мына жерге бізде while деген болды. Алғашқы циклымыз біздің. Count дейміз, 5 дейміз, 5 круг жүгіру керек біз. Мына жерге count дейміз, 10 count плюс 1-ге ұлғайтамыз. Және консольлыққа не істейміз, шығарамыз, иә? Мына жерге біз не дейміз? Count плюс айналым бітті. Айналым бітті. Енді осыны біз мына жерге node дейміз, жаңағы cycle дейміз, тексеретін болсақ, бірінші айналым бітті, екінші айналым бітті, үшінші айналым, төртінші, бесінші айналым бітті дейді, иә? Сонда бесінші айналым бітеді. Мына жерде қарасаңыз 4-пен келеді, негізі 5-ке ұлғаяды. Бесінші айналым бітті дейді. Уже 5-ке келген кезде 5 5-тен 5-ке кіші емес, 5 5-тен кіші емес. Өйткені ол өтірік болып шығады. Мына код орындалмайды. Біздің циклымыздан шығамыз. Иә? Тура көрсеңіздер осы. Так, бұл жерде осы жерде сұрақ бар ма? Жоқ. Жоқ, түсінікті. Супер. Енді сұрақ туады. Циклдарды қай кезде қолданамыз? Иә? Сұрақ туады. Мына жерге жазайық. Сабағымыздың біздің немізді. Так. Біз көп қатарлы комментарий қолданамыз. Цикл деген не? Алғашқы цикл, алғашқы while циклы. Және циклдар не үшін керек? Циклдардың мақсаты атайып тұрғандай бір белгілі бір итерация жасау, яғни айналым жасау. Бұл жерде циклға тән терминдер бар, терминдер. Олар итерация деп атайды. Итерация деген сөз ол бізде былай қарапайым тілмен айтатын болсақ, ол круг деген сөз, немесе шеңбер деген сөз, шеңбер, айналым, немесе круг. Ол итерация емес. Біздің циклымыз, while деген циклымыз, ол 5 итерация жасайды, немесе 5 круг жасайды. Әрбір итерацияда ол біздің счетчигіміз бірге ұлғаяды. Әр атым айтатын болсақ, осы. Енді бұны қандай кезде жасауады? Мысал ретінде айталық, біздің группада дәл қазір мысал ретінде 10 студент бар, JavaScript группасында 3-ші 10 студент бар. Енді мен әр студенттің мысал ретінде үй жұмысы орындады, орындамады тексергім келіп тұр. Сол сияқты мен жүгіре аламын әр қайсыңыздан. Бірінші тұрамда 10 студент бар, тізімде тұр, бірінші студентті алып аламын. Бірінші студентті аламын да, сен үй жұмысын орындадың ба деп сұраймын. Я дейді, жақсы деймін. Бір мысалы, Сұлтан деген студент үй жұмысын орындады деп сақтап қоямын. Екінші студентті аламын. Сен үй жұмысын орындадың ба деймін. Жоқ дейді. Мына студент үй жұмысын орындаған жоқ. Сөйтіп, мен 10 рет итерация жасаймын. Немесе 10 студентті сұрап шығамын. Бір нәрсені істедіңіздер ма деген нәрсе. Орындадыңыздар ма, жасадыңыздар ма деген. Сол нәрсені сақтап, мен көрсетемін. 10 студенттің ішінен 5 студент үй жұмысын орындады, 5 студент үй жұмысын орындамады деп көрсетемін. Осындай кездері қолданады. Осындай кезде біз циклды қолдану керек боладымыз. Белгілі бір итерацияны жасау үшін, круг жасау үшін.
бұл бір ғана мысал. Сол сияқты сізде банк мысал ретінде банктың несінде Каспи банкте мысал ретінде айталық миллион қолданушы бар. Қолданушы банк клиенттері бар миллион. Енді банк былай айтқанда миллион адамның мысал ретінде оның несін тексергісі келеді, туған күнін тексергісі келеді деп айтайық. Сіздер туған күнімен құттықтайды ғой банк. Осы туған күн толған кезде құрметті Сұлтан мырза, сіздің туған күніңізбен құттықтаймын дейді. Мысалы, бүгін жаңа күн басталады 12:00-де мысал ретінде, және банк бүкілін былай айтқанда әрбір адамды жүгіріп шығады. Мына адамның туған күні бүгінгі күнге тең ба дейді. Бүгін мына адамның туған күні ма? Жоқ. Келесі адам жоқ. Тексеріп шығады. Мысал ретінде 100 адам тұрса, 100 адам тауып алады. Міне 100 адамды бүгін туған күн дейді. Әрқайсысына push нотификация жібереді. Немесе хабарлама жібереді. Туған күніңіз құтты болсын, осындай қолданушы деп. Түсінікті ғой? Иә, түсінікті. Супер. Мынау біздің алғашқы циклымыз, достар, ол while. Цикл жасау үшін, бұл while деген циклын жасау үшін бірнеше нәрсені жасау керекпіз. Атымен айтатын болсақ, бірінші нәрсе while деген кілтті сөзін қолдану керекпіз. Екінші нәрсе, бұл шарт жазылатын міндетті түрде шарт болу керек. Егер де мен мына жерге шартқа былай жазатын болсам, count мысал ретінде қазір айтамын, мысал ретінде 0-ден жоғары деп айтайын, немесе тең 0 деп алайын. Қарасаңыздар, мына шарт бізде әрдайым орындалады деген сөз. Мына нәрсе. Өйткені қарасаңыздар, count 0-ден үлкен, басында 0 болады, 0-0-0-ден 0-ге тең орындалады, 1-ге олады, 1 мысал ретінде 1 0-ден үлкен, 2 былай айтқанда бесконечность алып келеді. Мысал ретінде мен дәлелдеймін. Қарасаңыздар, бұлай кетеді. Мына көрдіңіз ба? Қандай скороспен орындап жатыр? 1.100.000-ға кетіп қалды. Осындай нәрсені істегендіктен кейбір программистер не істейді, достар? Бұлай айтқанда сіздің сайтыңыз немесе бағдарламаңыз зависит етеді. Сөйтіп, браузер сіздің қосымшаңызды өшіріп тастайды. Өйткені мынау бесконечностьке алып келеді. Бұл үздіксіздікке алып келеді. Бұлай айтқанда шегі жоқ сен. Шегі жоқ, өйткені бәрі 0-ден үлкен. Сен жазасың. Сен шығу логикасын жазған жоқсың. Сол үшін абай боламыз, достар. Абай жазған кезде сіздің сайтыңыз зависит жатса, істемей жатса, не отвечает болатын болса, белгісіздің жаңа мына дұрыс емес жазған логикаңыздан мұқият боламыз, жасына. Шартты да дұрыстап жазамыз. Шығу логикасында жазамыз. Бізде шығу логикасы не болды? Қарасаңыздар, 5-тен кіші, 5-тен үлкен болатын болса, біз шығамыз деген сөз. 5-ке тең немесе үлкен болатын болса, біздің операция орындалмайды деген сөз. Және шарт орындалған кезде мына бір код орындалады деген сөз. Мына бір блок коды орындалады деген сөз. Орындалады. Так, супер, алхамдулилля. Келесі тақырып, достар. Келесі тақырып циклға байланысты. Бұл бізде циклдың аты, қарасаңыздар, for деп аталады. For цикл деп аталады. Бұл мынау біздің бірінші циклдың түрі болса, келесі циклдың түрі for деп аталады. For цикл. Бұл да тура сондай мақсатты атқарады. Бұл да тура сондай нәрсе. Бұда да арнайы кілте сөзі болады, for. Бұда да шарт болады, және бұда да өзінің шарт орындалған жағдайда мына бір код орындалады. Мысал ретінде, енді бұда бірнеше айырмашылық бар. Өйткені программинг тілінде бір нәрсені істеу үшін екі нәрсе ойлап таппайды, екі ұғым ойлап таппайды. For, while деген нәрсе өзінің қолданатын айрықша орындары болады. Мысал ретінде, let, қараңыздар, for'да қалай болады? Мысал, біз мына жерде count'ты сыртта жазсақ, алғашқы біздің айнымалымыз 0 деп жазатын болсақ, біз for циклын ішіне жазамыз. Count тең 0. Бітті. Алғашқы айнымалыны құрдық. Келесі бізде шарт бар мында, шарт. Егер біздің санымыз 5-тен кіші болатын болса, count 5 шарт орындалады. Енді біздің мына бір нәрсеміз қарасаңыздар, достар, мына бір нәрсе қарасаңыздар, біздің логикамыз орындалып болғаннан кейін, біздің мына код орындалып болғаннан кейін, біздің счетчигіміз бірге ұлғаяды. Сәйкесінше итерация біткеннен кейін біздің кодымыз ұлғаю керек. Оны мына тағы бір жаңа ұғым бар, инкремент, декремент деп аталады. Инкремент немесе декремент. Инкремент, декремент дейтін нәрсе, ешқандай қорқатын нәрсесі жоқ, бұл қарапайым деген сөз. Былай қарасаңыздар, мына жерге біз плюс деп жаздық, қосу деген сөз жаздық.
Бұның мақсаты мына бір кодты қысқартып жазу тәсілі. Мына бір кодтың жазудың қысқаша формасы деп атасақ болады. Қысқаша 10 минутымыз қалыпты. Қысқаша формасы деген сөз достар. Яғни біздің кодымыз 0 болады. Ары қарай біз мынандай қылып жазудың қажеті жоқ. Count, 10, count, және өз негізгі мән аласын +1 деп қысқаша осылай инкремент қылып жазсақ болады. Егер қараңыздар, бізде енді консоль логқа шығару керекпіз, иә? Мына жерде айналым бітті. Басында мысал ретінде count дейміз. Енді біз қарасаңыздар, мына кодты орындайтын болсақ, қарасаңыздар, мына жерде бізде не болды? Бізде count, мына жерде кешірім, count, айнымалымыз аты count. Қарасаңыздар, біздің кодымыз 0-ші айналым бітті, 1-ші айналым, 2-ші, 3-ші, 4-ші айналым бітті дейді. Енді біз браузерға 0 деп көрсетпейміз ғой. Біз не істеу керекпіз? Өзіміз count'ымызды ұлғайту керекпіз. Мына жерге мысалы адамға 0-ден бастамаймыз, көрсеткен кезде 1-ден бастап көрсету керек болады. 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші айналым бітті. Қалай жұмыс істейді барлығы? Бірінші алғашқы айнымалыны құрады және оның мәні 0-ге тең болады. Екіншісі мына бір код орындалады. Сенің айнымалының, яғни 5-тен кіші ма? Яғни сенің саның 5-тен кіші ма? Я кіші. Одан кейін мына код орындалады. Мына код міндетті түрде орындалады. Үшінші, төртінші, арқарда код орындалып біткеннен кейін ішіндегі біздің счетчигімізді 1-ге ұлғайтады. Енді қайттан тексереді. Біздің count уже 0-ге тең емес, ол 1-ге тең. 1 5-тен кіші ма? Я дейді. Мына кодты қайттан орындайды. Екінші айналым бітті дейді. Қайтадан счетчикті 1-ге ұлғайтады. Қарасаңыздар, тура сондай логика, бірақ қысқаша формада жаздық біз осындай. Оны for деп атайды. Так, мына жер түсінікті ғой тоже? Иә, түсінікті. Міне инкремент дейтін нәрсе қорқыныш жасап, мысалы ретінде мен тағы да айтайын. Count деймін, жерге тең 0 деймін. Мысалы мына жерге count плюс деймін, және console logқа count'ты тексеретін болсам, қаншаға тең. Бізде былай айтқанда бұл не істейді? 0-ді алады да 1-ге ұлғайтады, және бізде сәйкесінше 1-ді көреміз браузерде. 1. Сәйкесінше мен қанша жазатын болсам, ол сол жерде ұлғайтады. 2. 1 болады. Мына жерде тағы да 1-ді алады, ұлғайтады 1-ге, 2 болады. Бұл инкремент деген сөз. Яғни бір санды, кез келген санды 1-ге ұлғайту деген сөз. Декремент деген бар, ол қарама-қарсы. Декремент қарама-қарсы. Минус деймін, сәйкесінше 0-ді -1-ден алады. Сонда -1 болған кезде бізде, то есть 0 -1 деді, жауабы -1 болады. Қарасаңыздар, -1. Тура осы, бұл декремент, яғни 1-ге азайту деген сөз. Бұның барлығы неге байланысты? Инкремент, декремент тақырыбына байланысты нәрселер, яғни for циклмен жүретін нәрселер түсінеді. Так, біз 2 тақырып қамтыдық. For while, бірінші while циклін қамтыдық, және for циклін қамтыдық. Так, бізде инкремент, декремент деген тақырыптарды аламыз тоже. Оны қараңыздар міндетті түрде. Ол да үлкен тақырып тоже. Ішінде бізде break деген нәрсе бар, оны қарайсыз тоже. Continue деген оператор бар, тоже қараймыз. Сосын келесі өзі өте қызықсақ, массивтерге кірісеміз. Үй жұмысыға байланысты сіздер мынандай болады. Так, 4 минутты. Мен бір нәрсені көрсетейін. Үй жұмысыға сіздер мынандай болады. Сабақта айтылған нәрсе барлығын жасаймыз міндетті түрде, сабақты көреміз. Және сіздерде закрыть дейін. Сіздерде тура мына нәрсе счетчик жасау керек болады. Счетчикті forмен жасау керек болады, және while циклмен жасау керек болады. Ол бір, яғни счетчик, яғни айырмашылық тура осындай болады, бірақ айырмашылық сізде неңіз, мына жерде for'да сіздің керісінше жүру керекпіз, иә? Қидатпай қойын, аны тура осыны істей берейік, счетчикті ұлғайтамыз, иә? Мысал ретінде, так, мына бір санды, главное, мына бір санды. Сіз бұны қолданушы теру керек өзі. Жаңа бізде prompt деген нәрсе бар ғой, арнайы функция. Сол жерге қанша терсін, және ол сол терілген санды мына жерде көрсету керекпіз. 10 деп терсе, демек бізде 10 рет итерация жасау керекпіз. Сәйкесінше мына жерде де тура сондай 10 рет итерация жасаймыз. Осы достар, үй жұмысы, мен қазір телеграмға біз бір әдеттегідей практикаға жұмыс беремін. Оны мүмкіндігінше орындаңыздар тоже, қиындатпай жеңілден беремін, иншалла. Так, достар, сұрақ болса, сұраққа жауап берейік, болмаса сабағымыз тамам. Сұрақ бар ма екен? Пока жоқ. қазір сұрақ жоқ. Так, супер.
Ну, шүкір Аллаға, жеңіл кіріп жатқандарына өте қуаныштымын, достар. Кстати, сабақ қалай? Сабақ видео сабақтар түсінікті болып жатыр ма? Сұрақ болып жатыр ма сол жерде? Бір жақсы түсінікті. Сабақтар бәрі түсінікті да. Иә, сол барынша жеңіл Жоқ. сабақтар детально 9 минут 10 минут болады кейбір сабақтар. Кейбір жер түсінбей жатса қайта қарап отыр сол. Иә, сол бір жақсы сол. Мен қазір сіздерге шайнап беріп жатырмын барынша. Ертең қазір соны видеоны қараған кезде былай шылчак болып өтіп кетесіздер да шайнап. Негізі суть осы да, мен негізі бұл сабақтарды бергем жаңағы адамдар өзінде міне записьті қарап оқы деймін да. Түк түсінбейді жаңағы тұрады, қарадым не қылып. А когда осы тікелей эфир қылып беремін, шайнап беремін, ары қарата уже жұтып кетеді да бәрін. Спокойно алып кетеді, сұрақ та болмайды, азаяды сұрақтарды. Так, сабағымыз тамам. Қазір мен үй жұмысын жазамын. Мына доступты ашамын. Бізге циклдар сабағына байланысты 3-4, 3-5, 3-6 үш сабақты ашамын. Жұмаға дейін қараймыз міндетті түрде. Ол бір. Екіншіден қазір практикалық тапсырмалар беремін. Ол 2. Үшінші счетчик жасаймыз. Сосын тікелей эфирді жүктеп қоямын. Все, жақсы достар. Ассалаумағалейкум онда. Жақсы. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.